Баршаңызға қайырлы күн достар. Бізде кезекті тапсырыс осындай қырқынан шығару рәсіміне арналған 40 шелпек ыдысы және осы ыдыстың құрамына не кіретінін көрсете кетейін. Ең алдымен бізде осындай шкатулкасы, оның ішіне баланың тырнағын, шашын алғаннан кейін кішкентай пакетиктерге кейбір аналар сақтап қойғанды жақсы көреді. Сондықтан осындай кішігірім шкатулка. Одан кейін бізде ұстара, мына жерде безопасное лезвие деп аталады ғой, сондай ұстарасы. Одан кейін бізде кішкентай баланың тырнағын алуға арналған қайшысы, келесі именной деп жатамыз, яғни атаулы қасығы, яғни Омар деген жазумен, баланың есімімен жазылған осындай ағаш қасығы, және ең бастысы бұл бізде ыдысы. Қазақтың рәсімі болғандықтан алысқа бармай осы оюмен жасайық деп шештік. Дәл осының жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Қандай заттар керек, қалай жабыстыру керек деген сияқты бұндай заттарды сіздер мысалы салатниктарды, осындай ыдыстарды ыдыс дүкенінен сатып алатын болсаңыз, мына бусинка фурнитура дүкендерінде сатылады, мына оюлар да фурнитура дүкенінде сатылады. Осы үкінің барлығы фурнитура сататын дүкендерде сатыла береді. Өз қалаңыздан іздеп тауып алсаңыз болады, және менің видеоларым арқылы жасап үйренсеңіз болады.